Асхана әлеміне қош келдіңіз, қадірлі көрермен. Мен сіздермен тағы да менің каналымда кездескеніме өте қуаныштымын. Бала-шаға далада таза ауада көбірек ойнап, аппетиттері ашылып, демалыс күндері ерекше сондай тәбеттері ашылып, асқа деген осындай бір өтініш білдірді немерелерім. Апа, бізге тез бір дәмді бірдеңе пісіріп беріңізші дегенде, мен міне осындай беляшиге ұқсайтын, бірақ қамыры ашымаған, осындай ашымаған қамырдан беляши пісіріп бердім. Оның қалай істегенім, қалай пісіргенім, қалай тез жасағанымды осы видеомды соңына дейін қарасаңыз көресіз. Толық рецепт описаниеден кейін жазулы болады. Менімен бірге болыңыз соңына дейін. Бастаймын ендеше. Міне бүгін менің тағамыма керек заттар: 500 грамм ұн, 1 кесе айран, 1 кесе айраным 250 миллилитр. Мына 2 жұмыртқа, 100 миллилитр сұйық май, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант және 1 шай қасық тола қосқыш, разрыхлитель. Міне қазір осы заттардан әдемі қамыр илейтін боламыз. Ол үшін мына жерімізді ашып аламыз. Жақсы көріну үшін осы шашықты төсеймін. Енді алдымен мына айранымызды құямыз. Тұзымызды саламыз, 1 шай қасық. Қантымызды саламыз. Жұмыртқаны саламыз. Майды құямыз. Осы инструменттің көмегімен қозғап араластырып аламыз. Сәл былай қоя тұрамыз. Мына ұнымызға мына қосқышымызды салып аламыз. Осы 1 қасық қосқыш аздау болатын сияқты менің ойымша. Сондықтан мен тағы да бір жарты қасық қосқыш қосайын дедім. Осындай жарты қасық қосқыш қосып жіберейін. Бұл қамырымыз жақсы көтерілу үшін, қамырымыз жақсы көтерілсе, дайындалған асымыз да, тағамымыз да жақсы болады. Міне біршама араластырып алдық. Енді жаңағы дайындаған сұйықтығымызға ұнымызды біртіндеп саламыз. Алдымен жартысын саламыз. Жартысының жартысын саламыз. Жұмсақтау қамыр иленгені дұрыс. Себебі жұмсақтау болса, қамырымыз жақсы көтерілуіне де ештеңе кедергі болмайды. Қазір ұнымызды түгел салып, байқаймыз, тағы да ұн керек бола ма, болмай ма. Енді ары қарай қолмен жалғастырайық. Міне 70 грамдай ұн алдым. Мұны да аздап салып көреміз. Бәрі кетуде мүмкін, бәрі кетпеуде мүмкін. Бұл 70 грамның илеу барысында қазір анықталады. Енді мен көз мөлшерімен жасап жүргендіктен, бұны тура мөлшерін ала алмадым. Көз мөлшерімен осылай әрқашанда жасай беремін. Пісір немерелерім сұрағанда. Бүгін енді видео түсіретін болғасын бәрін өлшеп жазу керек. Міне тағы кішкене саламын. Бірден салып жіберсек ұнды, мына қамырымыз ұнды көп алып қояды да, оны көп болғасын қамырымыз қаттылау болып қалады. Ол бізге керек жоқ. Бізге қамырымыздың жұмсақ болғаны керек. Бәрі кетті, 70 грамның. 570 грамм ұн болды сонда. Міне әдемі қамыр иленді. Қазір енді біз столдың үстінде жалғастырамыз.
Ыдыстың түбін түгел сыпырып аламыз, қалдырмаймыз. Бәрі жақсы иленіп кетеді. Енді осы моментте қамырымыз сәл жабысқын қараса, кішкене аздап ұн аламыз. Бұлай астына ұн себелеп отырамыз. Енді көп ұн қоспаймыз, июін қандырып аламыз. Міне, қолға жабыспайтын әдемі жұмсақ қамыр иленді. Сондай қолда әдемі икемге келіп тұр қамырымыз. Енді ыдысына саламыз да, бетін жауып, бір 15-20 минутқа қойып қоямыз. Ал енді біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай 300-350 грамм сиырдың етінен фарш қажет. Енді қолыңызда қандай фарш болса, содан жасай берсеңіз болады. Орташа мөлшерде осындай 3 дана пияз қажет. Енді фарштың салмағы қанша болса, пияздың да салмағы сонша болған дұрыс. 4 ас қасық өсімдік майы қажет болады. Дәмдеуіштеріміз, мен 1 шай қасық алып едім, ол аздау болып, тағы бір жарты шай қасық қостым тұзды, 1 шай қасық қара бұрыш және 1 шай қасық паприка. Алдымен пиязымызды турап аламыз, көбектеп мантыға турағандай. Осылай видеода көргеніңіздей, екіге бөлемізде, әдеттегідей мантыға турағандай 4 бұрышты етіп ұсақтап пиязымызды турап аламыз. Пиязымызды түгел турап алдық. Тавамызды отқа қоямыз. Дайындап қойған майымызды құямыз. 4 ас қасық майымыз қызып қалды. Енді фаршымызды саламыз. Фаршымызды салып, осылай қалақшамызбен бөліп береміз. Фаршты суы тартылғанша қуырамыз осылай. Оған пиязымызды саламыз. Мұны да жақсылап араластырып, пиязымыз жұмсарғанша қуыратын боламыз. Енді осы жерде жаңағы дәмдеуіштерімізді саламыз. Тұзымыз, қара бұрыш және паприка. Оларды да жақсылап араластырып қоямыз. Дәмі сіңу керек салмамызға. Басқа тағы да жақсы көретін дәмдеуіштеріңіз болса, қоссаңыздар болады. Ал енді біз қамырымызға қайта ораламыз. Қамырымыз жақсы, жұмсақ болып тұр, тынығып алды. Енді түсірмес бұрын астына шамалы ұн себеміз. Қамырға ыдысымызға жабысқанда жоқ. Шамалы илеп жібереміз. Осылай екіге бөліп аламыз. Жобалап осындай мөлшерде
бөліп аламыз. Енді осы бөлген қамырымызды осылай домалақтап аламыз. Енді бір 5-10 минут күте тұрамыз, тынықтырып, демін алсын деп. 10 минутымыз өтті. Енді біреулеп алып, жайып, дайындайтын боламыз. Шамалы астына ұн себелеп отырамыз. Бұл дрожбен ашытқымен ашымағандықтан кішкене чұқалау етіп жаямыз. Міне қамырларымызды жайып дайындап алдық. Енді мынау дайындап қойған салмамызды бетіне салып шығамыз. Енді осы дайындап қойған қамырымызды аламыз да былай түйіп шығамыз. Алдымен осылай жинап аламыз. Сосын бәрін біріктіріп, былай жабық түйеміз. Осылай түйіп аламыз алдымен. Былай қолымызға алсақ та болады. Қатты емес, осылай жайлап алдымен жиырып аламыз. Белаши түйгендей. Және осылай жинап алғасын, осылай біріктіріп түйіп жібереміз. Асықпай майдалап алып, осылай жиырып аламыз қамырды алдымен. Кішкене ұн себелейміз де. Шетінен бастап аламыз. Кішкене былай қолымызбен жаямыз. Оқтаумен бір келкетіп осылай жайып шығамыз. Міне осылай бәрін жайып алдық. Табамызды пештің үстіне қоямыз. Және осындай бір жарты литрге жетер-жетпес майымызды құямыз. Міне майымыз қызып қалды. Енді бірінші түйгенімізден бастап, мынау түйген жағымыз, соны төмен қаратып, салып қуыра бастаймыз. Мынау жаңағы түйген жағымыз.
осылай асықпай орташа отта қуырып аламыз. Ішіндегі салмасы піскен дайын, сондықтан бізге қамыры піссе болды. Міне осылай екі жағында қызартып қуырып алатын боламыз. Міне томпиып белашеден кем болған жоқ. Екі жағында қызарып пісті. Осылай қызартып, аларда, табадан аларда осылай майын сорғытыңқырап, осындай қағаз сүлгі төселген ыдыстың бетіне сүріп алатын боламыз. Мына түйген уақытта былай кішкене ашылып қалса, ол ештеңе етпейді. Қолмен жауып жіберуге болады, болмаса жаппай-ақ қуыра беруге болады. Ол маңызды емес. Бірақ сол түйілген жағымен төмен қаратып салсаңыз болды. Қане дәмін көрейік біреуінің. Міне, мынау түйген жағымыз, мынау екінші беті. Мынау кішкене көтеріліп піскесін шамалы басылып қалды. Мен қазір осының дәмін көрейін. Тамаша, керемет, иісі бұрқырап тұр. Қамыры таза піскен, міне. Қатты қалың емес, әдемі. Салмасы ішінде мол. Керемет. Қане жеп көрейік ауыз тиіп. Қамыры деген ауызда еріп тұр. Сөз жоқ. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз рецептпен. Менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Қазақ тілді каналды қолдап жүріңіз. Ас болсын. Қазір дәмін көре ғой, қаны. Қалай екен? Өте дәмді. Өте дәмді екен, апа. Ұнап жатыр ма саған? Иә. Бас. Лайк басып, комментарий жазып, подписка басып кетіңіздер.